Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Акылова Мөлдір. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін номер 2 биорганикалық қосылыстар құрамының сапалық талдауы. Бұл бізде 2-ші практикалық жұмыс. Керек құрал жабдықтар темір сульфаты, кальций хлориді, натрий карбонаты, натрий сульфаты және натрий хлориді кристалдары, натрий гидроксиді, мыс сульфаты, тұз қышқылы және күміс нитраты. Жалпы бұл реактивтерді міндетті түрде немен жасау керек? Қолғап кию арқылы. Бірінші тәжірибеге көшейік. Бізде неде темір сульфаты берілген, темір сульфаты және бұл жерде плюс деп қояйын, натрий гидроксиді. Бұл жерде жасыл тұнба пайда болады. Реакция теңдеуін жазайын. Так, не байқалды? Мына жерде негізі реакция теңдеуі емес. Так, феррум S4 эквивалентті натрий гидроксиді. Феррум OH 2 тұнба қосылған натрий 2SO4. Теңестіреміз, натрий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Сонда бізде қорытынды жасыл түсті тұнба. Келесі тапсырма кальций хлориді. Кальций хлориді бұл жерге күміс нитратын жазайын. Бұл жерге жазған кезде осы хлорид, мына жерде сульфат иондарын анықтап тұрмыз. Хлорид ионын анықтау үшін ең қажет реактивті анықтауымыз керек. Не түзіледі? Кальций хлор 2 қосылған аргентум NO3 бізде түзіледі. Аргентум хлор тұнба және кальций NO3 екіселенген. Мына 2 қоямыз. Ақ түсті тұнба. Келесі натрий карбонаты. Натрий карбонаты бұл жерге тұз қышқылымен әрекеттестіреміз. Тұз қышқылы. Енді натрий 2CO3 қосылған тұз қышқылы хлор, натрий хлориді, көмір қышқыл газы және су бөле жүреді бұл жерде. Так, натрий тұз қышқылының алдына 2, натрий хлоридінің алдына 2 қойылады. Бұл жерде газ бөлінеді. Газ бөлінедіні реакция теңдеуін жасаған кезде көрінеді өзі. Екінші тәжірибе нөмірленген 3 сынауықта натрий хлориді, натрий карбонаты, натрий сульфатының кристалдары бар. Әр сынауықты заттарды тәжірибе арқылы дәлелдеңдер, жүрілген реакция теңдеулерін жазыңыздар. Так, бірінші натрий сульфаты, натрий сульфаты және барий хлор 2. Осы 2 тұзды араластыру нәтижесінде реакция теңдеуін жазамыз. Натрий 2 SO4 қосылған барий хлор 2, барий SO4 тұнба, натрий хлор. Жерге 2 қоямыз. Барий хлор 2. Қорытынды бұл жерде ақ
тұнба пайда болады. Келесі мына жерде натрий хлориді және аргентум NO3. Натрий хлор, аргентум NO3, аргентум хлор тұнба және натрий NO3 түзіледі. Ақ тұнба бұл жерде де. Үшінші тапсырмада натрий карбонаты, және тұз қышқылы. Натрий 2CO3 плюс 2H хлор тең натрий хлор плюс CO2 газ плюс H2O. Бұл жерде натрий хлордың алдына 2 газ бөлінеді. Келесі тапсырма бізде айналымды жүзеге асыру берілген. Купрум 4, купрум OH2. Бізге осы айналымды жүзеге асыру қажет. Енді бірінші купрум 4-ке асын жүзеге асырамыз. Купрум 4-ке купрум 4-тен купрум OH2-ні алу керекпіз біз. Қосамыз натрий гидроксидін 2 натрий OH. Сонда бізде купрум OH 2 тұнба плюс натрий 2 SO4 түзіледі. Келесі, енді купрум OH2-ні алып алдық. Қайтып жазамыз. Купрум OH2-ге тұз қышқылын қосайық. 2H хлор. Сонда купрум хлор 2 және су бөлінеді. Так, мына жерде бізге реакция теңдеуін жазып қана қоймай, оның молекулалық және иондық теңдеулерін жазу керек екен. Бірінші тапсырманы толық аяқтайық біз. Бұл жерде купрум 2 плюс иондарға таратамыз. SO4 2 минус 2 натрий плюс 2 OH минус купрум OH 2 тұнба тиіспейміз. 2 натрий плюс SO4 2 минус. Енді бұл жерде бірдейлерін сызайық. Бұл жерде бізде SO4 натрий және SO4 бар. Енді не қалды? Купрум 2 плюс 2 OH минус купрум OH 2 тұнба. Екінші жолы біз купрум OH2-ні алдық. Енді бізге купрум OH2-ден купрум хлор 2-ні алу керек. Купрум OH2-ге қосамыз тұз қышқылын 2H хлор, купрум хлор 2 және су 2H2O. Иондарға ыдыратамыз. Так, бұл жерде купрум OH2 бізде тұнба. Купрум OH 2 тұнба ионға ыдырамайды. 2H плюс 2 хлор минус. Мына жерде купрум 2 плюс 2 хлор минус. Хлор 2 деп қойдым. Хлор минус және су бізде ыдырамайды. 2H2O. Бірдейлерін сызамыз. Бірдейміз біздің хлор бұл жерде в данный момент. Енді бұл жерде қайтып жазамыз. Купрум OH 2 тұнба 2H плюс. Сонда бізде түзіледі купрум 2 плюс және су
2H, 2O. Ары қарай енді купрум OH2-ні алдық. Купрум хлор-2-ні алдық. Енді купрум хлор-2-ге біз ары қарай қосамыз натрий гидроксидін. Так. Купрум хлор-2 қайтып натрий гидроксидін қосамыз. Сонда бізде түзіледі купрум OH2 тұнба қайтып. 2 натрий хлор. Жерге 2 қоямыз. Так, иондарға таратамыз. Купрум 2 плюс, 2 хлор минус, 2 натрий плюс, 2 OH минус, купрум OH 2 тұнба, 2 натрий плюс, 2 хлор минус. Так, бұл жерде хлор, натрий, хлор. Купрум 2 плюс, 2 OH минус, купрум OH 2 еселенген тұнба. Так, енді купрум OH2-ні алдық. Купрум OH2-ден бізден купрум 10 алу керек. Так, купрум OH2-ні біз қыздырып ыдыратамыз. Сонда купрум оксиді және су түзіледі. H2O. Бұл бізде айналымы. Айналымын жүзеге асырдық. Енді айналымын жүзеге асырамыз. Натрий гидроксидіне қосамыз. H2SO4. Сонда түзіледі натрий 2SO4 және 2H2O. Су түзіледі. Натрий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Енді біз иондарға ыдыратамыз. Бұл жерде бізде су бөле жүрді. Сол суға дейін дәлелдейміз. Ары қарай енді осыны иондарға ыдыратамыз. 2 натрий плюс, 2 OH минус, 2H плюс, SO4, 2 минус, 2 натрий плюс, SO4, 2 минус, және су ыдырамайды. Енді бірдей иондар тізамыз. Натрий бізде SO4, натрий және SO4 плюсынан бастап жазаймыз. 2H плюс, 2 OH минус бізде береді 2H2O. Ары қарай біз натрий гидроксидінен натрий SO4 алып тұрық. Енді натрий 2SO4-ге қосамыз барий хлор 2. Сонда бізде барий SO4 ақ түсті тұнба бойда болады. Және 2 натрий хлор түзіледі. Ионға ыдыратамыз. 2 натрий плюс, SO4 2 минус, барий 2 плюс, 2 хлор минус, барий SO4 тұнба, 2 натрий плюс, 2 хлор минус. Бұл жерде натрий мен хлор кетеді. Барий 2 плюс, SO4 2 минус, барий SO4 тұнба. Так, енді келесі натрий хлоридіге қосамыз аргентум. NO3. Бұл жерде бізде натрий нитраты және аргентум хлор тұнба.